ұбт тапсырып жатқан кезде оқушылар асығып жиі таңбадан қателесіп жатады. Кеше ғана біз модульге байланысты есептерді қарастырдық осы ережеге сай. Ал енді бүгін түбір астынан өрнектерді ықшамдаған кезде қандай таңба болатынын көрейік және оны мұқият еске сақтап алайық. Егер де бізде жұп түбір болса, онда бізде модуль ішіндегі а шығады. Егер де бізде тақ түбір болса, онда жай ғана а шығады. Мысалмен қарастырайық. 2 минус түбір асты 5, оның квадраты түбір астында, плюс 3 минус түбір асты 5-тің квадраты, ол да бізде түбір астында тұр. Енді ықшамдаған кезде біз көріп тұрмыз, бұл жұп түбір болғандықтан өрнек модульдің ішінде жазылады. Сонда 2 минус түбір асты 5, және де келесі бізде дәл сондай жұп түбір болғандықтан өрнек түбір астында, модуль астында жазылады. 3 минус түбір асты 5. Енді біз осы модуль ішіндегі теріс па, оң ба екенін айырып алу керекпіз. 2 минус түбір асты 5, ол түбір асты 5 шамамен 2,2. 2-ден 2,2-ні алған кезде бұл бізде теріс сан шығады. Ал мұнда 3 минус түбір асты 5, мұнда оң сан шығады. Егер де бізде теріс сан шықса, модуль астында өрнек теріс сан шықса, онда бізде алдына минус таңбасы жазылады. Минус 2 минус түбір асты 5 қосылған. Ал егер де оң таңбада болса, онда жай ғана өзі шығады. 3 минус түбір асты 5. Тең енді жақшаларды ашып көрейік. Минус 2 плюс түбір асты 5 плюс 3 минус түбір асты 5. Сонда минус 2 плюс 3 бірді береді, және 5 пен минус 5 қысқарып кетеді. Енді екінші мысалды қарастырайық. Бұл көріп тұрғаныңыздай бізде тақ түбір болған кезде бізде жай ғана өрнектің өзі шығады. Сонда болады 2 минус түбір асты 5 қосылған 3 минус түбір асты 5. Енді жақшаны ашамыз. 2 минус түбір асты 5 қосылған 3 минус түбір асты 5, тең 5 азылайтылған 2 түбір асты 5